Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Енді бұл жерде бір маңызды мәселелердің бірі, қантпен ауыратын кісілерге ораза ұстауға болады ма? Және егер де ол кісілер инсулин қолданатын болса, ол инсулин оразаға әсері бар ма? Және ол оразаны бұзады ма? Енді бұл жерде біз жалпылай жауап береміз, бұл сұраққа жалпылай жауап береміз. Әрбір адамға бұл сұрақ жауап әр түрлі қолданылады. Неге? Оның денсаулығына байланысты. Қазір соны түсіндіруге тырысамыз иншалла. Біз білеміз, қантпен ауыратын кісілердің 3 түрі бар. Ол біріншісі үшінші түрі, үшінші тип дейді, жеңіл түрі, сол сияқты екінші түрі, екінші тип дейді, орташа, және бірінші түрі, бұл бірінші тип өте ауыр түрі, қантпен аурудың ауыр түрі. Енді осы үшеуіне келетін болсақ, мысалға үшінші типтен бастайық. Үшінші типпен ауыратын кісілер дәріге мұқтаж болуы мүмкін. Яғни ораза ұстау басында егер ол кісі дәрі ішу керек болса, оның денсаулығы соған мұқтаж болса, біз не дейміз? Оразаңызды ұстамайсыз дейміз. Бірақ сіз әрбір күніне фидия беруіңіз керек. Яғни фидиямен өтеуіңіз керек сол күнді. Енді бұл сұрақ, фидия қандай болады? Фидия бір күнге бір кедей-кепшікті не істеу керек? Тамақтандыру керек. Немесе Рамазан айының алдында 30 кедей-кепшікке тамақпен қамтамасыз ету керек. Сол сияқты оразаның барысында, сол сияқты оразадан кейінде осы фидияны істеуге болады. Бұл жерде шариғат бізге кеңшілік берген, Аллаға шүкір. Енді фидияның мөлшері қандай? Сұрақ туындайды. Фидияның мөлшері, егер денсаулығына байланысты, ауруына байланысты ораза ұстай алмаған адамдардың фидиясы бір күніне 1 килограмм 150 граммнан кем болмау керек, яғни ең азы осы. Сол сияқты осыдан артық болса бола береді. Және де ол біз не дейміз? Жаңағы жағдайына байланысты одан артық болса, альхамдулилля, Аллаға шүкір, одан артық беруге болады. Бірақ маңыздысы ең азы 1 килограмм 150 граммнан кем болмау керек. Енді жаңағы үшінші типпен ауыратын кісі ораза ұстау барысында дәріге мұқтаж болса, не дейміз? Ұстамайсыз дейміз. Қандай бізге бұл жерде негіз? Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте айтады: ла дорор ва ла дирор, яғни зиян болмайды дейді. Зияндық нәрсе болмайды дейді. Және ла дирор, зиянда жасауға болмайды дейді. Қандай да бір нәрсе, қандай да бір Аллах тағаланың құзырынан фарыз бізге міндет болған нәрсе бізге істеуге қиыншылық туғызса, мысалға біздің адамдардың ауруына байланысты, немесе сафарда ойлауына байланысты, немесе сондай да бір адам күтпеген бір қиыншылық жағдайға түсіп қалып, бұл фарыздарды орындау оған қиыншылық туғызатын болса, не дейміз? Бұл жерде шариғат жеңілдік қарастырған, ол фарыз жеңілдетіледі, немесе осы сияқты жаңа оразаның мысалы сияқты оның орнына фидия жүреді. Енді ол кісі дәріге айттық, дәрі ішу керек болса, ораза ұстамайды. Енді бірақ дәрі ішпей шыдаса, сахармен кісілетін адамдарға, және ол оның денсаулығына зиян келтірмесе, біз не дейміз? Оған ораза ұстауға болады. Маңыздысы таңның атысынан кештің басына дейін тамағынан еш нәрсе өтпеу керек. Егер тамағынан бірде-бір зат өтетін болса, ол оразаны бұзады. Яғни асқазанға түсіп кетпеу керек. Негізінде бұл құлшылық, фарыз нәрсе, егер шын ниетімен ұстайтын болса, тырысатын болса, не дейміз? Бәлкім оған ораза денсаулық тұрғысынан да, рухани тұрғысынан да, ең бірінші рухани тұрғысынан, екінші денсаулық тұрғысынан да оған не дейміз? Пайдалы дейміз. Енді екінші типке келетін болсақ, сахармен ауыратын кісілерге, бұл кісілер дәрі ішеді, сол сияқты инсулин қолданады. Дәрі ішуге мұқтаж болса, бұның мысалы тура жаңағы үшінші типтің мысалы сияқты мен айтқандай. Енді бұл жерде инсулинге келсек, инсулинді екі жолмен қолданады. Біріншісі укол салу арқылы, үшіншісі арнайы инсулинге арналған аппаратты қолдану, яғни қанттың мөлшерін тежеп тұратын арнайы аппарат бар. Екеуі де, альхамдулилля, не дейміз? Оразаны бұзбайды. Неге? Өйткені бұлар денеге қуат бермейді, сол сияқты тамырға бармайды. Сол сияқты бұл не істейді? Емдік мақсатта қолданылған нәрсе. Емдік мақсатта қолданылған нәрсе. Инсулин оразаға әсер етпейді, яғни оразаны бұзбайды. Ораза ұстаған адамдар, инсулин қолданатын, сахармен ауыратын адамдар ораза ұстаса, оразалары сахих, оразалары қабыл, иншалла. Оразалары дұрыс болып есептеледі. Енді сол сияқты бірінші тип. Екінші типті аяқтайтын болсақ, егер дәрі ішетін болса, не істейміз? Дәріге мұқтаж болса, ораза барысында ауыз берік басында не дейміз? Оразасыз бұзылады, және де үшінші тип сияқты фидиясын өтеу керек. Енді бірінші тип
тура екінші типтің мысалындай инсулин қолданатын болса, инсулин оразаны бұзбайды. Бірақ енді осы инсулин қолданатын кісілер ораза ұстау барысында жаңағы күндіз таңның атысынан кештің басына дейін тамақ ішуге немесе су ішуге мұқтаждық болса, денсаулықтары соған мұқтаж болса, не дейміз? Оразаларыңызды ұстамайсыздар, денсаулықтарыңызды күтесіздер, бірақ фидиясын төлейсіздер. Үстіңгі жаңа жоғарыда айтқандай мысал. Енді бұл жалпылама берілген жауап, бұл ораза ұстауға болады ма сахармен ауыратын кісілерге? Жаңа шарттарын айттық. Денсаулығы, біріншіден денсаулығының мүмкіндігі болу керек, сол сияқты екіншісі тамақтан асқазанға ешнәрсе түсіп кетпеу керек, тамақтан өтіп кетпеу керек, жаңағы дәрі, басқа да заттар. Сол сияқты инсулин. Екіншісі біз қарастырған мәселе, инсулин оразаны бұзады ма? Инсулин оразаны бұзбайды. Аллаху а'лам.